Машина Kenji каналына қош келіңіздер. Подписаться басқычын басып, сөз түрде жазылыңыздар. Жаңы, қызықты, сапаттуу маалыматтардан биринчилерден болып хабардар болып тұрасыздар. Ош шаарында Жапалабуна базарындабыз. Жалпыңыздарға ассаламу алейкум. Бүгін 15 май 2022 жыл. Бұл видеода аралашма маркаларды, уналарды көрсөтө кетем. Birinci ушул BMW 5 сериядан баштай берели. 2001 25 420 миң сом. Коробка механика. Уланта берели. Opel Zafira турат. Канча деп атасыңар? 320 миң сом. 2001 1.8. Коробка автомат па? Автомат. Ауа райда мынакей сонун жагымдуу. Ысык да эмес, суук да эмес, плюс 22 25 градустун ортолугунда болуп атат. Мэрс кимден экен? Силерден ми? Так. Жүргүзүп койгон, эси жанында көрүнбөйт. Сенден бе? Канча деп атасың? Mercedes-Benz C-класс 203 кузовта 440 миң сом. Сонарлар, фарамуватель, комплектация элеганс, 2000 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Есім байланыс номері 559 00 64 65. Коробка автомат. Пробег қаншаны көрсетіп отқан? 350 миң. Қайсы канал? Машина Kenji каналы. Уланта беребиз. Opel сизден бе? Қанша деп атасыз? 270 миң. 2001 коробка механика. Простой мотор дейт. Телефон номеріңіз жақсы көрінбей қалып бірақ. Аз көрсетіп қоябыз. Мынаки. Ем салонын көрсетіп қоям. Салону. Opel Astra 2003 1.6 310 миң сом. Коробка механика. Кеми бар. Лифтбеккен. О жерде Audi. Audi қанша деп атасыңар? 6, 350 миң сом. 2002 1.6 турбина. Коробка механика, бензин. Так, климатта 2 зоналуу. Так, бул A4 болуп калат окшойт, а? A4 экен, A6 да болуп калса A4 экен. Так. Кете берели. Мол жерде Hyundai Starex. H1 2009 2.7 турбина, турбодизель, $9 миң. Коробка автомат. Так, мол жерде кандай башкача машина турат. Ford Explorer. Есіміне байланыш номер тұрат бұл жерде. Сілерден бе? Жылы қанша? 2006. Олар несі болып кетті кен, а? Код ешігі клубтан қача тұру. Код ұшындай? Бірінші жол қарасам, басқача, жақшы. Так, мынакей салону. 4 выдығылғанға қосса болот екен. Круиз контроль бұл жағында.
Жылы қанша? Жылы 2006. 2006 jet орынды оқшайды, а? Jet орынды. О, jet орыны мына чоңыл болып Gaz тұрады. benzin. Газ, бензин 2006 дедіңіз, а? Объемы қанша? 4. 4. Басын қанша деп аттыңыз? 700 diyor. 700 мың сом. Kemi var. Жоғарыда көрсетілген телефонға çalасыздар, жақсы. Malon, kolpo, Ondan кейін мына жерде Opel Zafira тұрады. 2001, 1.8, коробка механика, 320 мың сом. Volkswagen Golf 4. ...2001 1.6 коробка механика, дөңгелектер 4 тең жайқы, протекторлары жақсы болды. Бағасы, айтылыш бағасы 380 мың сом. Honda Step вагон. Екі мың 4, қимылдатқышын көлемі 2 куб. Айтылыш бағасы 800 мың сом. Ondan кейін daha bir C-класс 203 кузовта Mercedes-Benz. Люк, коробка механика. 2000 қимылдатқышын көлемі 2 куб. Басы 380 мың сом. 285 мың пробег. Ford Fox болып қалады, қанша да отасы? 200 мың. Универсал 2003 1.8 коробка механика. 200 мың сом. Бензин. Климатта жоқ, кондиционер печка екен. Климатта екен жоқ, адаш. Климат жақсы. Алдыңғы әйнектері электро көтергүчтө. Отыруштарын жылыту системасы алдыңғыда жақсы. 200 мың сом. Bundan кейін оң рульлардағы құдай бұрса тартауыз. Қошал қатар жаққа жол алып бұратауыз. Жақтан бұл жерде Volkswagen не болып кетті кен? 2004 1.6 400 мың сом. Коробка механика. Шараңға оқшы қойды. Тауран екен. Тауран. Жеті орынды минивэн. Салон үшіндай. Осы көпчілігі жазылған емес. Так, мы сервіні көрсетіп қойылы. Honda CR-V 2. Сол руль 2006. Қимылдатқышын көлемі 2 куб. Коробка автомат. Газ, бензин 850 мың сом. 4 дөңгелегі тең жайқы. Протекторлары жақсы болды. Ассаламалейкум. Пробег қаншаны көрсетіп отты? 300 мың. Kenwood магнитоласы да бар екен. Кетірелі. Chevrolet Cruze Россия темір номерінде учеттан шығарылған емес. 2012 1.6
410 ming so'm. Коробка mexanika. Toyota Wish 2003 1.8 айтылыш бағасы 600 мing so'm. Kamera японский өзінің оригиналы. Монитору, Полный катализатор. катализатор бардығы бар дейді. Пробегічі? 230. 230 мing kilometr. Honda Accord 2004, объемы 2, коробка автомат, sol руль, 580 ming so'm. Универсал екен бұл. Mercedes-Benz C-класс 202 кузов 1995, қимылдатқыш көлемі 2.2, оң руль. Төрт әйнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, кондиционер. О, климат та екен, о, жакшы. Автофункциясы менен болуп тур. Басың канча дедиң эле? 270 ming so'm. Болду. Бул жерде Kia Rio 2014 1.6. Басы канча болду? $6500. Парктроник, камера. Бар, так. Bundan дағы чылдырелі. Passat қанша болуп атат екен? 440 ming. B6. ...2006, 1.6, коробка механика. Так, бұл Kia не болып қала? Sorento? Kia Sorento екен. 2003, 2.5, дизель, 550 ming so'm. Коробка механика. Салон көрсетіп қойлы. Салон. Ол. Honda Fit. Россия темір номерінде 2002 1.3. Чириги жоқ дейді. Есі. Россия қайсы шардан келді анда? Алғанбыз дейді. Бірақ шында ойлы мұндай чириги көрінбейді. 400 ming so'm кеми бар, алды. Андан кейін да бір өзі ақырғы уақыттары Россиядан алып келген ұшындай оң рульдылар да көйіп баштады. Қазір. Бұда бір Fit Россия номерінде 2002 1.3. Басы қанша oldu Fit'tin? Fit'tin басы 400. Бұл да 400 ming so'm. Андан кейін бұл жақта Toyota Windom 2002, қимылдатқышын көлемі 2 куб, есім байланыс номері 220 296 850. 600 ming кеми бар дейді. Японский мынандай выдвижной магнитола екен экраны. Да бір Honda Fit. Туманниктер бар. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушунда куюлган жистерде. Камера.
мындай рейлингтер. Мультируль, монитор, планшет түріндегі, подлокотник. 2007 1.5 басы 730 000 сом. Aldı. Toyota East 2004 1.3 айтылыш басы 500 000 сом. Байланыс номері 701 33 00 73. Правее қаншаны көрсетіп отқан? 180 000 болды. Қайсы машина? Аккорд па? Honda Accord'ты көрсетіп қойлы. Оң руль екен. Екі мың үч, екі, есім байланыс номер 222 88 88 05. Басы қанша oldu? Bası 550 mi? 550 000 сом. Oldu. Бұл да сілер кіме? Қаншада отты кен? Есі көрінбейді кен. 420 000. Honda Civic. Оң руль 2003 1.7 420 000 сом. Монитор. Toyota Estima 2002 қимылдатқыш көлемі 3 куб $7,500. Civic қанша болып отыр екен? Басы 420. Honda Civic дағы. 2001 1.5 420 000 сом. Да bir fit Rusya номерінде 2001 1.3. Монитор, подлокотник. Басы қанша болып отыр? 450 000 сом. Стрим қанша болып отыр? Stream 480 kemi orada. 480 000 сом кеми бар. Екі мың бір қимылдатқышын көлемі 2 куб. Macerası çok bu. Шығымы жоқ дейді. Бұнаға жасай тұрған жерлері жоқ. Видеоыздағы тартып жүрер, уақыт өтіп кетіп қийләлі тартып қойыппыз демеккімін. Ушундай жақшы алдыбызга туура келсе көбүрөөк тартканга аракет жасайбыз. Эми сиздер да ушул биздин мээнетибизди баалап лайк басып, комментарий жазып калтырып коюңуздар. Ушул бизге каналыбыздын өнүгүүсүнө кошкон салымыңыздар болот.